Айгерім, сәлеметсіз, қош келдіңіз көк диванға. Саламатсыздар ма, көрермендер? Сізді Қайырлы күн. көріп отырсыз ғой, Ержан қайтадан келді. Иә, көріп отырмын. Қуаныштысыз ба? Шынымды айтайын ба? Қуаныштымын. Себебі білмеймін, ана жолы Есентұрдың әңгімесінен кейін Ержанмен жылап көрсетін шығармыз деп бір айтқаным бар еді, соны мен Есентұрдың әңгімесінен кейін Ержанның әңгімесі есі дұрыс әңгіме болды ма? Әйтеуір туған қызын іздеп жүр ғой деп, соны мен жаңағы естіген сияқты, мені жоғарыдағылар деп пе, жоғарыдағы болған жаңағы космос, вселенная. Гүлсараның аталары сияқты ма? Аузымда айтып жұмғанша осы аптада келді ғой Ержан. Демек, Ержанды көргеніңізге қуаныштысыз. Бірақ біздің көрермендеріміз қуанышты емес. Мына жерде көбі Ержан неге келді деп жазып жатыр. Бірақ енді Ержанның мәселесі, біз кез келген кейіпкердің мәселесі айтып жатырық қой, біз эфирден кеткеннен кейін де, эфирден тыс уақытта да мәселесін қарастырып жатырық деп ше. Шешілген адамдарды ақырындап шақырып отырамыз. Ержанның мәселесі толығымен шешілген жоқ, сол себепті де қайта шақырдық. Ержанды соттау керек дейді. Бағдарламаның сонша уақытын алып отырды дейді. Ержан бүгін қандай жаңалығымен келіп отыр, не істейді ары қарай, қазір алдағы уақытта айтатын болады. Айгерім, ана жолы неге ыза болдың дейді. Ыза болған себебім, Когда қуаныш шыққанда дейді. Ыза болған себебім, көрермендер, біреумен соттасқан оңай нәрсе емес, біріншіден. Екіншіден, мен жәбірленуші болғандықтан, сол кезде қанша қиыншылықтан өткен бәрі көз алдымнан өтті да. Қазір ойлаймын да, сонша қиыншылықта мен қалай өткем деп, бірақ бір Алланың құдіреті ғой негізінде. Бірақ тағы да мен ызама тиген нәрсе, осы мен 4-ші рет хабарласып жатыр эфирға. Мен эфирға шығам, ол хабарласады, мен эфирға шығам, ол хабарласады. Бірақ сотқа ештеңеге қатыспайды, менімен бір мәмілеге келуге тырыспайды, менен кешірім сұрамайды да, бірақ 40 өтірігін айтып, эфирға звондай бергеніне менің ыза болдым, арсыздығына. Енді Қуаныш 4 рет хабарласты, бірақ ол жігітте өзімнің шындығымды айта алмадым деп бізге одан кейін SMS жазған болатын. Қандай шындық болуы мүмкін? Егерде қолда қолхатым бар, мен ол қолхат, егерде ол ақша берген болса, оның қолхаты қайда? Айтты ғой, эфирда да жүргізуші, ол мысалы біреуге 80 мың теңге, даже тіпті 8 мың теңге берген өзінде, ол жаңағы қолхат алып сөйтеді ғой деп. Ол өзінің қолында әрбір сөзіне адам дәлелі болу керек қой, үйтіп жала жаппас бұрын. Берді екен, қайда дәлелі? Мен әйтпесе басым екеу емес қой, бүкіл тікелей эфирға шығып, осындай бағдарламаға шығып, мен алмадым деп алған нәрсемді. Ол мәселе, мен эфирдан қорыққан немесе бағдарламадан қорыққан емес, мен бір Алладан қорқамын, егерде алсам мен алдым деймін. Алған сумамды алдым деп отырмын, алмағанымды алмаған. Ол қолхаты бойынша орындау керек міндетін өндіруге келіп отырмын. Қуаныш не істейді, енді Айгерімге қиын болды ғой дейді. Айгерім, алға даусыңды өзіңде керемет дейді. Айбек мырза, сұрағымды оқыңызшы, алдындағы апай, қайсы апайды айтып жатырыз, түсінбедім, алдындағы апай дейді. Айгерімге көрермендер тисе бермесін, орынсыз, жалғыз парасатты қатысушы осы Айгерім дейді. Көп рахмет. Подружкан ғой жазып отқан. Жоқ, менің таныстарымның біреу негізіне көрмейді бұл бағдарламаны. Менің анам көреді. Бір қызығы, денің сау болғанына шүкір етсейші Айгерім дейді. Мен әдеттегідей. Мен осымен бірнеше рет айттым, көрермендер шүкіршілікпен әділеттілікті орнатуды екі нәрсе деп білем. Эфирдегілер тамақ ішеді, жататын жер тегін ақша төлейді, әрине семіреді. Олай қателеспеңіздер. Ержан өзінің квартирасында тұрады, Айгерім өзінің үйінде тұрады, Хадиша апай өзінің үйінде тұрады. Біз сырттан келген, алыстан келген адамдарға ғана жатын орын беріп отырып, барлығына бірдей емес. Айбек мырза, мен білем мысалы, Аллаға құлшылық ету, 5 парызды орындау, садақа беру, әр күніңе, әр деміңе Алланың беріп жатқан нығметіне ризашылығыңды білдіріп тұру, мен осыны шүкіршілік деп білем. Ал егерде әділеттілікті орнатуды, ол күпіршілік деп танымаймын. Енді неге қайтып келген қыз сияқты дейді, түк ұяты жоқ екен, осының істейтінісі жоқ па, тегін асқа тік қасық болған ұнап қалған ғой дейді.
Ержанға қатысты айтып отыр, Айгерім саған емес. Иә, түсініп отырмын. Үлкен апа ол үлкен апа ана немересін зорлады деген апаны сұрап жатсыздар ғой, иә? Оған қатысты қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, алдағы уақытта жауап береміз. Халида апа деген кісіні сұрап жатсыздар ғой, иә? Сәлем Қырғызстаннан дейді. Айгерім жақсы қыз, жақсымайтын дейді, түсінбедім. Ешқандай танымаймын, 68 жаста көрерменнің ол не, ол подружкам деп балам дейді. Гүлнар анасын тапты ма, айтыңызшы. Гүлнар бізде бүгін келді ме, келмеді? Гүлнар ертең келеді, бұйыртса жолға шыққан болатын. Айгерімнің қадамы дұрыс, өз құқығын қорғау керек дейді. Айгерім осы жолы сотта сен жеңілсең ақшадан айырыласың ғой дейді. Осымен бітті уақыт. Оны да көреміз. Оны уақыт көрсетеді енді.